Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз барлығына өте танымалы және өте дәмді жұмсақ болып шығатын осындай плюшки тәтті тоқашын пісіреміз. Барлық қажетті ингредиенттер видеоның астында жазылды. «150 мл жылы су, 150 мл жылы сүт, 50 грамм қант, жарты шай қасық тұз және 7 грамм ашытқы. «80 мл өсімдік майы, ванилин қосамыз. Менде 75% кондитерлік ванилин болғандықтан пышақ ұшында шамалы ғана ванилин қостым. Екі жұмыртқа. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз, тұз бен қанты ерігенше дейін. 700 грамм ұн қосамыз. Қамыр илейміз. Илеген қамырдың бетіне шамалы өсімдік майын жақтым. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымызды дастарханға түсіріп, шамамен 12 бірдей бөлікке бөлеміз. Бір шағын күлшенің салмағы шамамен 85-90 грамм болып шығады. Қамырымызды жаямыз. Бетіне ерітілген сары май жағамыз. Бетіне қант себеміз. Рулет тәрізді орап, шетін жапсырамыз. Сосын екі бүктеп, шетінен пышақпен осылай кесеміз. Бізде жүрек тәрізді осындай плюшки шықты. Плюшкиларымыздың бетін матамен жауып, 15-20 минут демалдырып қоямыз. Плюшкиларымыз жылтыр болып шығу үшін бір сары уызбен шамалы сүтті араластырып бетіне жағамыз. Оны жақпаса да болады. Духовкада 180 градуста беті қызарғанша пісіреміз. Достар, біздің өте дәмді және өте жұмсақ плюшкилеріміз дайын болды. Бұл плюшкилер шай ішуге өте керемет. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.